91 тобының тағы бір мүшесі отбасын құрды. Күні кеше атышулы ұжымның көшбасшысы Дулат Мұхаммедқалидың үйлену тойы дүркіреп өтті. Көпшілікке Зак лақап атымен танылған әртістің шаңырақ көтергені туралы Instagram желісінен белгілі болды. 91 тобының өзге мүшелері той барысынан түрлі видео жариялап, Дулаттың үйленгенін ресми түрде растады. Белгілі болғандай, Зактың таңдауы Жадыра есімді аруға түскен. Қалыңдық жайлы әзірге көп ақпарат жоқ. Ал екі жастың қуанышында жігіт жолдас қызметін танымал жас актер Сануржан Сүлейменов атқарған. Айта кетейік, осымен 91 тобының екінші мүшесі ресми түрде бойдақтар тізімінен шығып отыр. Бұған дейін топ солисі Батырхан Мәліковтің де отбасын құрғаны белгілі болған еді.